Берекелі шаруашылықтың бірі қой өсіру десек артық айтқандық емес. Өсімталдығы ерекше болып табылатын осы түліктің санын көбейтсем деген Жұмағұл ағаның арманы асқақ. Келешекте ағамыз кәсібінің кеңістігін кеңейтіп, еліміздің агробизнесіне зор үлес қоссам дейді. Кәсіпті дамытуға арналған еңбек атты мемлекеттік бағдарлама соңғы 3 жылдың ішінде ауданымыз бойынша талай жандардың бизнес әлеміне жол ашып, мол мүмкіндік сыйлауда. Осындай қолдауды бизнес бастамасына айналдырғандардың бірі Бұлақты ауылының тұрғыны Жұмағұл Жүнісов. Екінші топтағы мүгедек жан болса да, төрт түлікке жанын жақын ағамыз мемлекеттік бағдарламаның екінші бағыты бойынша шағын несие алып, қазіргі таңда қой ешкілерінің санын көбейту үстінде. Шаруашылықтың қыр-сырын бір адамдай білетін ауылдық кәсіпкердің алдағы мақсат жоспары айқын. Бастаған ісінің несібесін көпшілікпен бөлісуді алға қойып, қозылақтардың санын арттырып қана қоймай, осы түліктің өнімдерімен халықты азықпен қамтамасыз етсем дейді. Ауыл шаруашылық жөнінен көмек жаман болып жатқан жоқ қой, соның көмегіменен оқығанымыз бар, бұрынғы жасаған тірліктеріміз бар. Малдың арасында өскен қазақпыз ғой, өттік қой енді, өстік. Мен енді өзімнің ойым осы мынау Еділбай тегерес тұқымдағы қойларды көбейтсем тұрдым да, енді әгер мүмкіндіктер болып жатса. Ағамыздың бұл салаға келуіне негізгі себеп бастау бизнес жобасы екенін айта кеткен жөн. 2019 жылы осы аталған жобаның кәсіптік оқуын оқып, агробизнестік білімін жетілдірген. Кейін 6% қайтарымы бар шағын несиеге жолдама алып, қорасындағы қой ешкілерінің санын арттыру үшін қолда бар қаражатқа тағы бірнеше ұсақ мал сатып алған. Ауылдық кәсіпкердің ендігі мақсаты бөдене құсын қолға үйретіп, оның пайдасы мол жұмыртқасын халыққа ұсыну. 60 талқымдаған кәсіпкердің алдағы жұмысының жандануына біз де тілекшіміз. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Артур Қасымов.